бастамасаңыз ол сақталады. Сол кезде бұл ұстаздықтың ең үлкен сауабы да сол еді. Білім бәсекелестігі заманында бүгінде ата-ана, педагог және оқушы арасындағы қарым-қатынасты арттырудың, ынтымақтастықты арттырудың маңызы өте жоғары. Осы тұрғыдан алғанда бүгінгі Силквей мектебінің басшылығы Ринат мырза бастаған мектептің ұсынысымен бүгін осында мектептің ұлағатты ұстаздарымен кездесу өткіздік. Ата-ана мен баланың арасында қарым-қатынас, ата-ана мен ұстаз арасында қарым-қатынас, мектептің мұғалімі мен оқушының арасындағы қарым-қатынас қалай болу керек және ол қарым-қатынасты біз қалай дамытуымыз керек. Заманауи мектеп, заманауи мұғалім, заманауи оқушы және ата-ананың таным түсінігі осы тақырыпта бүгін әдемі кездесу болды деп ойлаймын. Бүгінгі кездесудің барысында сондай-ақ мына мектептегі ата-аналар ретіндегі әкелердің рөлі турасында да өте жақсы бір ой талқы болды деп есептеймін. Әке де өзінің осы ата-ана ретінде баламен қарым-қатынасты арттыру керек, тәлімін беру керек. Әкенің қоғамдағы рөлі үнемі күшейіп отыру керек. Осы тұрғыда да жақсы бір пікір талас болды. Бүгін әкелер жалпы өзінің ата-ана ретіндегі қоғамдағы мына рөлін арттырса және баланы тәрбиелеудегі өзінің рөлін күшейтсе, ол мына Абай айтқан толық адамды, толымды адамды тәрбиелеудің жаңа тіпті мына енді былтырғы мына Әл-Фараби айтқан қайырымды қала тұрғындары дейді ғой. Осы қайырымды қаланың қайырымды тұрғындарын тәрбиелеуде, төрт құбыласы түгел буынды тәрбиелеуде осы әкенің де рөлі арту керек деп есептеймін.